соткымда 5% қалды. Мен жаңа 10 видеода түсірдім, наңғара далаң аязын. Қатып үсіп қалдым мен. Соткым өшет қазір, короче. Ассалаумағалейкум, салам бро арнасының көрермендері. Бүгінгі қарайтын машинамыз российский учетпен тағы да Lada 15-тен басталды. 2008 жылға бағасы миллион. Қазір номерін түскен жоқ, өкінішке орай. Lada 15, российский учет. Узкий салон. Наши киношки. Міне 2012 жылғы ценасы, номері де білем. Достар, келесі қарайтын машина Hyundai Sonata, казахстанский учет. Идеальное состояние. Газ, бензин, механика. Ұрылмаған, соғылмаған бір хозяиннен шыққан. Opel Vectra. Шымкентскийден машинасы. Келесі машинамыз Volkswagen Passat 95 жылға, казахстанский учет. Мынандай да номерлер бар Қазақстанда. Қазір номерін Arion 158. Келесі машинамыз Devon Nexia, российский учетпен. Полный электропакет. 2007 жылға міне көріп тұрғандарыңыздай. Цена договорная. Мынаны сыртын бір рет бояған, полный покраскамен өткізген. Ал келесі машина Kia Picanto, казахский учет, бірақ ескі номермен тұр. 2006 жылға барлық жері істеп тұр. Өзінің краскасы, ұрылмаған, соғылмаған. Егер алам десеңіздер, міне бір адам ұстаған тек. Келесі машина Lada 12. Өзінің краскасы емес, бағасы 750 мың. 2007 жылға.
Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, жазып қойыңыздар. Toyota Carina 95 жылғы, ya. Yo. İlahi, bir aç. Салон 93 жылғы машинаға керемет енді. 95 жылғы машина. Келесі кезекте Lada 14. Российский учет 2007 жылға. Міне. Ұрылмаған, соғылмаған, өзінің краскасымен тұр. Келесі машина Opel Omega 2001 жылға, автомат коробка, газ, бензин, казахстанский учет, бағасы 1 600 000. Өзінің краскасы ұрылмаған тоже. Салоны да керемет. Достар, сіздермен бірге Салам Бро арнасы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.